Түркия мемлекетіндегі жер сілкінісінен зардап шеккендерге түркістандықтар екі ұшақпен гуманитарлық көмек жібермек. Арнайы рейсті ұйымдастыруды халықаралық әуежай ұжымы қолға алған. Қаржылай қолдау білдірем деушілерге арнайы қорда ашылыпты. Түркиядағы көмекке зәру бауырларымызға жылу жинау еліміздің әр өңірінде жалғасуда. Түркістан халықаралық ұжымының әуежайы қайырымды іске бастамашы болып, арнайы қор ашқан. Қазір тосын апаттан баспанасы қалған жұртқа қажетті заттар үздіксіз жиналуда. Әуежай басшылығының айтуынша, қорға Түркістан облысының әр ауданынан қол ашық азаматтар шама шарқынша қаржы аударуда. O yüzden dikkat etsiniz, buraya yüzden yazdık. Мұнда анықтап қарасаңыз, заттардың сыртында ата жұрттан ана жұртқа көмек жазуын жапсырдық. Қазір қос елдің бауырмалдығы мен ынтымақтағы танылатын шақ. Осы ретте Түркістан жұртына ризашылығымды білдіремін. Бұл жағдайды ешкімнің басына бермесін. Қиын кезеңді бірге еңсереміз деп ойлаймын. Көмек көрсеткендердің баршасына рахмет. Çok daha kolay saracağız. Hepinizden çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Қазір шараның басы қасында жүрген жандардың телефонына тыным жоқ. Бұған дейін жиналған қаражатқа ересектер мен балаларға арналған жылы киімдер, жамылғылар мен тұрмыстық заттар сатып алынған. Қол жеткізу қиын болмас үшін әрқайсысы бөлек жинақталған. Гуманитарлық көмектің жалпы салмағы 2 тоннаны құрамақ. Түркияда бауырларымыздың жалпы қиналып жатқанын социальный сетте көрдік, Инстаграмда, Телеграмда көрдік. Біздің де қол ұшын берейік. Ана қазақ атамыз айтады ғой, бір қолдан ес шығады, екі қолдан дауыс шығады дейді ғой. Сөйтіп барлығымыз біргелесіп, ат салысып, ұжыммен бірге күні түні демей барлығымыз бірге жұмыс істеп жатырмыз қазір. Сондай-ақ жүк тиелген ұшақтар Turkish Airlines және Fly Arslan компанияларына тиесілі. Бұл ұжымдар әуе рейстерін ұшыруды тегін жүзеге асырмақ. Алғашқы рейс ақпанның 10 күні аттанады. Көмекке үлес қосуға ниеттілер экранда көрсетілген мына нөмір арқылы байланыса алады. Бақдәулет Анарбай, Нуриддин Ысқақ, Түркістан 24.